Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Жалпы қазіргі таңда өздеріңіз білетіндей, мына қойдың басын жеу қоғамымызда трендке айналып баратыр. Бірақ өкінішке орай, осы қойдың басын ата-бабамыздың дәстүрі бойынша қалай жеу керек, ол қойдың басын қалай бұзу керек екенін көптеген жастарымыз білмей жатыр. Сондықтан да енді үлкен ақсақал болмасақ та, бірақ тарихшы ретінде, көне материалды оқыған адам ретінде осы қазақтың дәстүрі бойынша қойдың басын қалай мұжу керек екені туралы көрсеткім келеді. Ең бірінші айта кететін дүние, қойдың басы қазақтың салт дәстүрі бойынша ең сыйлы, ең қадірлі, ең құрметті адамға әкеліп сый ретінде ұсынған. Жалпы қойдың басын алған адам, сол қойдың басын әкеп берген адамға міндетті түрде бата берген. Сол қойдың басын алып берген адамға, жалпы сол отырған ортасына, алдында жайылған ақ дастарханға міндетті түрде батасын берген. Ал енді міне менің алдында қойдың басын алып келіп қойды. Жалпы енді батаны бермей қойын, бата әртүрлі болады. Жалпы осы бата беріліп біткеннен кейін қойдың басын мұжу қалай жүзеге асырылатынын көрсетейін. Ал енді алдыларыңызға басты әкеп қойғаннан кейін, жалпы басты тұмсығымен өзімізге қарай, жаңағы басты бұзатын адам өзіне қарай тұмсығымен қаратып, қойдың тұмсығы кезінде қасиетті Меккенің топырағына тиген деген ырым бойынша, қойдың ең бірінші мына тұмсығын өзіне қаратып, тұмсығының ұшын кесіп алып тастайды. Бұны қазақтың дәстүрі бойынша жемейді. Тұмсығының ұшын кесіп тастағаннан кейін, қазақтың дәстүрі бойынша келесі кезекте қойдың маңдайынан бір кішкене құйқасын кесіп алып, сол өзінің дастархандас болып отырған адамға маңдайынан бақ кетпесін деген ырыммен маңдайынан кесілген құйқаны сол дастархандас адамға береді. Келесі кезекте мына алдымызда қойған қойдың басының оң жағынан құйқаны кесіп алып, езуімізден май кетпесін деген ырыммен қазақтың дәстүрі бойынша ең бірінші осы басты мұжып отырған адам оң жақ құйқасынан бірінші өзі дәм татып біткеннен кейін қасында отырған адамдарға да сіздердің де езулеріңізден май кетпесін деген ырыммен оң жақ құйқасынан бастап үлестіре бастайды. Келесі кезекте қойдың құлағын кесе бастаймыз. Жалпы сақ бол, жақсы ақылдардың барлығына есті бол, жақсы сөздерге құмар бол деген ырыммен қойдың құлағын кесіп, осы үйдің келініне немесе баласына қазақ дәстүрі бойынша құлақты, бір құлағын мысалы келініне, бір құлағын сол үйдің баласының біреуіне ырым бойынша үлестіреді. Ал енді қазақтың дәстүрі бойынша келесі этапта қойдың басын мұжыған кезде қойдың көзіне көшеді. Жалпы қойдың екі көзін де бір адамға берген, қазақ дәстүрі бойынша екі көзді екі адамға ешқашан үлестірмеген, бір-біріне жаман көзбен қарап қалуы мүмкін, ала көз болып қалуы мүмкін деген ырым болған. Сондықтан да қойдың екі көзінде көреген бол, алысқа қарайтын азамат бол, халқыңның болашағын ойлайтын керемет тұлға бол, көзімдей бол деген сияқты ырыммен қазақта екі көзді де мұжу үшін бір адамға берген. Келесі мәртеде енді қойдың басының таңлайына көшеді. Қойдың басын айналдырып, таңлайды кесіп алып, сол үйдің қызына, немесе сол үйдің келіндерінің біреуіне жез таңдай әнші бол, таңлайың тасқа тимейтіндей керемет шешен бол деген ырыммен таңлайды обязательно қолына ұрып береді. Осындай дәстүрмен басты мұжып біткеннен кейін, бастың қалғанын сол дастарханның иесінің балаларының біріне тұмсығын ілгері қарайтып, осы қойдың басын мида алу үшін сол дастархан иесінің балаларының біріне береді. Қойдың басын миын алатындай қылдырып, сол дастархан иесінің балаларының бірі алып келгеннен кейін, қойдың миын жаңағы шығарып, қазақтың тағы да бір керемет салт дәстүрі бойынша ми палау деген тағамды дайындауға кіріседі. Басты мұжып отырған адам. Ми палауды жалпы сол бастан шыққан құйқа, тағы да майлы ет, сондай нәрселердің барлығын кішкентай қылдырып турап, үгітіндетіп, соған қойдың басының миын қосады. Дайын болған ми палауды басты дайындаған, басты мұжыған адам ең бірінші өзі дәм татады. Жалпы
дастархандағы отырған адамдардың барлығына сый ретінде ұсынады. Әр дастарханда отырған азаматша сол ми палаудан дәм татады. Бұл деген дастарханымыз тек қана жақсылыққа жайылып, бірлігіміз бекем болсын деген ырымды білдіреді. Сонымен, құрметті ағайын, басты тек қана өзіміз ғана қалай осылай мұжымай, қазақтың дәстүрін сақтай отырып, ата-бабаларымыз көрсетіп кеткен жолмен мұжайық. Соңында айтарым, жалпы қазақтың дәстүрінде басты әкесі тірі адам мұжымайды деген ырым бар. Бұл ырым деген нені білдіреді? Бұл ешқандай да ширк немесе басқа да бір айтып жатқан дүние емес. Жалпы ең басында видеоның айта кеткендей, басты дастархан иесі ең сыйлы, ең құрметті қонаққа береді. Ал әкең тірі тұрған кезде ешқандай бала әкесінің алдына түсіп, әкесімен бақ құрмет, елдің құрметі үшін ешқашан қазақта таласпаған. Сондықтан да әкең тұрған кезде бас мұжымау деген сөз, ол жалпы әкеңмен елдің, қоршаған ортаның құрметі үшін таласпау деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да, құрметті ағайын, әкелеріңіз тірі болатындай болса, әкелеріңіздің алдына түсіп, бас мұжуға ұмтылмаңыздар. Әкеміз ең бірінші бізден бұрын құрметке лайық екенін ұмытпаңыздар. Қазақтың дәстүрі жасасын.